сен шыда, сен келінсің ғой, сен шыда, сен келінсің ғой деген сөзді алып тастау керек. Қазір ешкім шыдағысы келмейді. Ашуға булығып тұрып, күйеуін пышақпен сұға берген ғой. Жан жақтама бұға берген, сұға берген, өлтіріп тастаған күйеуін ғой. Еркек выбор таңдайды. Либо әйелін, либо любовницасын. Қандай әйелдерге ер адам измена жасайды? Бір әйелден де бүкіл құндылықты табуға болады. Просто білім алу керек. Қаншама әйелдер қазір күйеуінің изменасын біліп қойып, жылап жатыр. Ата ененің кесірінен де изменалар болып жатады. Қартаймай жатып, бір-бірінің рахатын білу керек. Жағдайы жоқ еркектерде қатынға тоймайды. Енем жұмыс тауып бере береді дейді. Ананы бітіріп қой. Кухнядан енді шығайын, енемнің қасынан шығайын десем, ана жұмысты істеп қой, мына жұмысты істеп қой дейді. Күйеу мені күтіп жатады да ұйықтап қалады дейді. Мен всегда айтамын, любовница это туалет деп. Еркек керек кезінде ол еркек келеді, нуждасын бітіреді, сөйтеді, қайтадан әйеліне барады. Еркектер не себепті әйеліне измена жасайды? Еркектер үйреніп алады да, әйелін служанка ұқсап, мама, тәрбиеле деп апарып бір әйелге тоймаған еркек, ол екінші әйелге де тоймайды. Олардың ішінде тек байлар ғана измена жасайды ма деген? Бітпейтін тірліктің құрсауынан шығыңыздар, қыздар. Әйелдер изменаны кешіре алмаса ше? Әйелдер изменаны кешіре алмаса, әйелдер де измена жасап кетеді. Адал қыздарға, өтірік айтқанда жек көретін қыздарға өте көп измена жасайды. Ешқандай әйел изменаны осы білейінші, беті ашылсыншы демейді. Алла тағала әйелдің жүрегіне сезім салады. Өміріңе измена деген сынақ келді ма, бұл изменист деген белгі деп біліңіздер. Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube оқырмандарым? Сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі подкаст тақырыбымыз измена және изменадан кейінгі өмір жайлы болмақ. Өте керемет тақырып және көптеген қазақ қоғамына, әйелдерге сондай бір пайдалы болады деген үміттемін. Менің бүгінгі қадірлі құрметті қонағым Аида Наурызбаева, отбасылық психолог, психотерапевт, ментор. Қош келдіңіз, Аида ханым. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Өзіңізді қысқаша таныстырып өтсеңіз оқырмандарға. Қайырлы күн, мен есімім Аида, психолог, психотерапевтпін. Айман ханым, шақырғаныңызға рахмет. Бұл мен алғашқы подкастым. Бүгін сіздің қонағыңыз болып, сұрақтарыма жауап беріп, солай бір қайырлы білім болады деген ойдамын. Иншалла, әмин. Осы подкасты соңына дейін міндетті түрде көріңіздер, себебі осы подкасттың соңында Аида ханым екі қызға өзінің жеке терапиясын сыйлайтын болады. Шарттарын соңында түсіндіріп өтетін боламыз. Ал онда бисмиллах деп бастайық. Сізге өзім сұрақтар дайындап келдім. Енді ең алғашқы сұрағым, сіз өте измена жайлы көп айтады екенсіз. Измена деген жалпы не? Сол жайлы айтсаңыз. Измена деген ер адамның әйеліне сатқандағы, әйел адамның ер азаматқа сатқандағы, жалпы отбасыда үшінші адамның пайда болуы, қарым-қатынаста. Бірақ қазір барлығы изменаны жалпыламайды кетті. Бірақ изменаның негізі түрлері бар. Оны зерттей келе түрлерін де анықтадық. Керемет. Изменаның түрлерін бірінші естіп тұрмын сізден. Сол жайлы айтсаңыз, қандай түрлері бар? Изменада негізі ең бірінші түрі бұл манипуляциялық измена дейді. Оны өтірікші адамдар айтады көбінесе. Одан кейін выгорание состояниесінде измена болады. Қазір ер азаматтарда өте көп депрессия түседі. Себебі қарыз, кредит, барлық адам басында болатын жағдайлар, сынақтар, сол кезде шаршағаннан кейін шаршауын әйел адаммен басады. Оны өзінің жұбайы көріп қойып қызғаныш болады. Сол жерде выгорание состояниесінде жүрген еркектер өте көп измена жасап қояды. Одан кейін бізде романтикалық измена бар. Романтикалық измена аты айтып тұрғандай бұл сезіммен жүреді. Яғни ортада уже любовница пайда болады. Еркек выбор таңдайды. Либо әйелін, либо любовницасын. Көбінесе бұл жерде ажырасу өте көп болады. Себебі еркек қоя алмайды бұндай жағдайда. Сөйтіп сезімін ұмыта алмай қиналады. Одан кейін бізде протестная измена деген бар. Қазір қоғамда әйелдер мықты болып бара жатыр ғой. Дамып, өсіп, ер азаматтан үлкен табыс тауып деген сияқты. Сол кезде ер азамат мені басқа әйел жақсы көре алады, қарамағанда басқа біреу қарай алады деген мақсатта протестная измена жасайды. Әйелін қайтадан өзіне қаратып алу мақсатында. Одан кейін бізде соңғысы генетикалық измена бар. Яғни генетикалық измена бұл әкесінен, тұқымынан келетқан. Бір отбасыларда ата-анасы измена көп жасайды да, содан кейін баласы да соны қайталайды деген сияқты. Біреулердің әулетінде барлығы екінші әйелден алады, еркек те соны әдетіне айналдырған сияқты. Осындай изменаның түрлері бар.
генетикалық измена деген бірінші рет естіп тұрмын енді. Енді қандай әйелдерге ер адам измена жасайды? Сол жайлы айтсаңыз. Қазір барлық әйелдерге измена жасайды. Еркектер изменаны таңдап жасап жатқан жоқ. Әдемісіне де, өзін тастап жіберген адамға да барлық әйелдерге измена жасайды. Измена таңдап жатқан жоқ. Еркектің нәпсісі. Измена әйелге байланысты деп ойлайтын едім мен. Бірақ қазір әйелдермен көп жұмыс жасай келе, неше түрлі білімді де, ақылды да, сұлу да әйелдер келеді, бірақ күйеулері нәпсісін тыя алмай измена жасап кетеді. Соның кесірінен қиналады, шаршайды, депрессияға түседі. Бірақ осы изменаны әйелге кінәлі деп айта алмаймын. Иә, болады әйелдер өзін тастап жібергенде, күйеуіне жылы сөз айта алмағанда, күйеуіне поддержка бере алмаған кезінде, күйеуіне жаңағыдай сүйіп, құшақтап, еркелеп, женская энергиясын оята алмай, еркектен қатайып қалған әйелдер бар ғой, өзін жаңағы сезімін шығара алмайды, жаным деген сөзді айта алмайтын әйелдер бар. Махаббат деп берісе алмайды, нәзіктігін көрсете алмайды. Вот сондай әйелдерге көбінесе ер азаматтар сырттан махаббат іздеп кетеді. Себебі холодный әйелмен тұру өте қиын. Керемет айттыңыз. Енді әйелдің еркекке суы неден болады, ал еркектің әйелден суы неден болады? Қазіргі біздің қоғамымызда әйелдің ер азаматқа суы салыстырудан болып жатыр. Яғни менің күйеуім мынандай істемей жатыр, элементарно гүл сыйлау. Қазір сөйлесіңдер, әңгіме айтыңдар деген нәрсе көп, иә? Айтыңдар, отбасылық күн жасаңдар дейді. Бірақ кейбір еркектерге ол отбасылық күнге уақыт таппайды, ақша таппайды деген сияқты. Содан кейін салыстырады. Менің күйеуім неге бұлай жасамайды деген сияқты. Бытовухадан шыға алмайды. Әйел күнделікті қайталана беретін бір день суркамен өмір сүреді. Таңертең болады, бала-шаға, күнделікті жұмыс сол қайталана береді. Содан кейін әйелде выгорание басталады. Бірінші апатия болады, яғни ойланады. Неге менде бұл болып жатыр? Неге мен қиналып жатырмын? Неге деген сұрақ пайда болады. Ал ол сұрақты шайтан ауызбілақ әйелге салып отырады. Міне қара, сенің күйеуің былай істемей жатыр, былай істемей жатыр деген сияқты. Содан кейін әйел жай күйеуінен уже розовый очки шешіле бастайды. Махаббат жоғала бастайды, шындыққа тура қаралынады. Сол моментте әйелдің көңіл суы береді. Ол моментте әйелдің көңіл суына ақшаның жоқтығы, көңілдің бөлінбеуі, ата-ене, жаңағыдай еркектің опасыздығы, барлығы жинақталып кіреді. Ал еркектің әйеліне суып кетуі өте тез болады. Еркектер әйелі боғауыз сөз айтқан кезінде, еркектер әйелі жаңағыдай оны тыңдамаған кезінде, қайта оны бетіне шаба береді ғой, әйел тыңдамайды, қарсы келе берген кезінде еркектер бір айтады, екі айтады, и олардың көңілі зерттеу бойынша 90% тез еркектер суып кете салады екен. Біз әйелдер әйтеуір ақтап аламыз, мысалы суимыз да, ол қайтадан келіп бізді құшақтаса, жібіп қаламыз, иә, гүл сыйласа. Ал ер азаматтар, олардың жібулері қатты қиын болады екен. Олар көңілдері бір қалады, и көңілі қалғаннан кейін олар уже бәрібір болып қалады. Әйелі жылап жатыр ма, қиналып жатыр ма, шаршап жүр ма, бәрібір. Сөйтеді, ол тупо жүре береді, өмірін сүре береді, и отбасы қарым-қатынас алшақтай береді. Сол үшін ер азаматтың да, әйелдің де көңілін қалдырудан сақ болу керек. Сонда енді осы жерде измена жайлы айтып жатырмыз ғой. Сонда изменаға әйелдер кінәлі ме? Жоқ. Изменаға әйелдер кінәлі болатын ситуациялар болады. Жаңа айттым ғой, мысалы үшін менде жеке консультацияма еркектер де келеді, әйелдер де келеді. Баяғыда мысалы үшін мен тек әйелдермен жұмыс жасайтын. Қазір ер азаматтар да келеді. Ер азаматтардың да шындығын естісең, кейбір әйелдерге ойлайсың, қап, мына әйел мынандай еркекті измена жасамаса да болар еді ғой. Мына еркекте былай кішкене компромисс жасаса, мына қателіктің алдын алып, отбасы, идеальный отбасы сақтауға болар еді ғой деген сияқты. Уже наблюдатель болып көріп тұрасың оларды. Сол кезде еркек айтады, мен дейді әйелім, мен сұраймын дейді, өзімнің потребительствомды сұраймын дейді, керегімді, бірақ әйелім басым ауырып тұр, шаршап тұрмын, анау мынау деген түрлі сылтаулармен маған көңілімді тойдырмайды дейді. Мен үйден қарным аш, әйеліме тоймай шықсам, көшеде барлық қыз маған сұлу болып тұрады дейді. Анамен де сөйлескім келіп тұрады, мынаған да подход жасағым келіп тұрады дейді. Ал үйде әйелім мені еркелетіп, жағдайым жасап, жаңағыдай көңілімді тойдырып тұрса, сол кезде мен сырттағы адамдарға қарамайтын едім дейді. Енді осы тұрғыда еркектер не себепті әйеліне измена жасайды? Сол жайлы айтсаңыз. Еркектердің себебі көп қой. Ол себепке махаббаттың жетіспеушілігі, өзіне сенімсіз еркек измена жасайды деп айтар едім.
өзіне сенімсіз. Өйткені ол сенімділікті всегда әйелдерден тауып жүреді. Мысалы, сізбен қарым-қатынас құрды, сізден ала алмады ол галочканы, менімен қарым-қатынас құрады. Менімен ала алмады, ол басқа біреуге қарым-қатынас құрады. Сөйтеді да, ол всегда өзіне іздеп жүреді. Өзін іздеп жүреді әйелдер арқылы. И өзін таппағаннан кейін ол күнәға бата береді. Күнәға батқан сайын берекесі қашады. Іші болото болады. Полный шырмауықтан шыға алмай қалады. Ал ер азаматтар бір әйелден де бүкіл құндылықты табуға болады. Просто білім алу керек. Еркек те білім алу керек, әйел де білім алу керек. Ол білім ғана мынау изменаны тоқтатады. Ал қазіргі заманда білімнен бәрі қашады. Ер азаматтар особенно, ой, мен өзім психологпын, психологтарды өзім оқытамын деген сияқты нәрсені құйып алғанда миларына. Кейбір еркектерге риза боламын. Әйелмен бірге келеді, жұмыс жасайды, өзгереді, семьялар күшті болып сақталып, шетелде демалып, ақша жағынан өсім болады, қарыздары жабылады, балаларына дұрыс тәрбие береді деген сияқты. Кейбір әйелдер бар, күйеуіне тығылып келеді психологтың өзіне. Сол себепті еркектер измена жасауын тек білім алумен тоқтатады деп ойлаймын. Енді бағанадан айтып жатырмыз, ер адамдар измена жасайды деп. Енді солардың ішінде тек байлар ғана измена жасайды ма деген. Қазіргі кезде тек байлар ғана измена жасамайды. Байлар вот бай болған үшін измена жасамайды деп ойлаймын. Бірақ кейбіреулері бар арасында. Қарапайым отбасылардан да адамдар измена жасап жатыр. Жетіспеушіліктен, жаңа баста айттым ғой, выгорание состояниесінде жүрген еркек көбінесе измена жасайды. Ол неге выгорать етеді? Қарызда, шаршап, өзі қиналып жүргеннен кейін измена жасай бастайды. Солай жүрген кезінде, мысалы, өткенде машина бұзылып қалып таксиге отырдым. Жаман бір убитый сақырлаған машина келді. Сақырлап тұр өзі. Сөйтіп артында отырсам, әйел звондап жатыр. Мен саған тамақ дайындайтын едім, продуктыға бір 5-10 мың теңге жіберші, жұмысым болды ма деп боқтап берді әйеліне. Көз алдында. Жоқ, ақша, мен әлі енді бастадым клиенттерді деп. Сонымен кетіп бара жатырмыз, бір уақытта бір әйел звондайды. Жаным, мен киноға барғым келіп жатыр, қыдырғым келіп жатыр, шыққым келіп жатыр деп. Все, мен қазір саған бір 10-15 мыңды құрастырып берем, жаным, тәттім деп ананы еркелетіп отыр. Сөйтіп қарап отырсам, адам сақырлаған машинада жүріп, мына жақта әйелге тоймай, ана үйінде күтіп отырған әйеліне бермей, мына жақта любовницасына бүйтіп құрастырып береді. Ол оны бағаламайды да, ол ертең кетеді, мына жақта оның берекесіздігі қалады. Сол үшін тек байлар ғана жасамайды изменаны. Қазір былайша айтқанда жағдайы жоқ еркектерде қатынға тоймайды. Сол үшін де адам бай болу үшін адал болу керек. Қазір мықты ұстаздарымыздың өзі айтады ғой, әйелдеріңді ренжітпеңдер, әйелдеріңе адал болыңдар. Себебі Аллах тағала адалдықты жақсы көреді. Аппақ неге қиылу ол ойыншық емес. Қазір, ой, ана Құранда 4 әйел алуға рұқсат беріліп қойған деп, ер азаматтар тек өзінекін алып алады ғой. Ал әйел аманат, ертең сен ақыретте сол әйел үшін сұралатының, әйеліңнің әрбір көз жасы үшін сұралатының, ол жағын ойламайды. Ал еркектің жасаған опасыздығы бұл әйелдің жүрегін жаралап тастайды. Әйелді сындырып тастайды. Әйелдер қаншама әйелдер қазір күйеуінің изменасын біліп қойып жылап жатыр. Еңсесін көтере алмай, не балаға қарағысы келмейді, не дальше өмір сүргісі келмейді. Бәрін тастап жіберетін әйелдер бар. Сол үшін де еркек адал болса, ол бай болады. Бай еркектерді білем. Мықты, успешный, мысалы қазір айтады ғой, ой, сен байлар екінші әйел алып құтырады ғой деп, неше түрлі байларды білем. Осы қарттар үйіне барып көріңіздерші, қарттар үйіне барған кезде мықты беделді еркектер жатады. Мықты, бай болған, бірақ қазір жалғыз. Өйткені оның уже байлығы да, авторитеті жоқ отбасының, әйелінің, балаларының алдында. Ол сол байлығын әйелдерге, анаған, мынаған керексіз адамдарға шашып жүрді. Қазір қарттар үйінде жатыр. Еркектер всегда сіздерде күш болмайды. Мықты, күшті бол. Еркектер де қартаяды, әйелдер де қартаяды. Сол қартаймай жатып, бір-бірінің рахатын білу керек. Қарым-қатынаста қадірін білу керек. Қадірін біліп, махаббат беріп, сыйластық беріп жүрсе, измена да азаятын еді. Және де береке кіріп, бай жақсы отбасы болар еді. Өте керемет айттыңыз. Айда ханым, енді осы ер адам изменада әйеліне көп ақша жұмсайды ма, әлде керісінше любовницасына ақша көп жұмсайды ма? Ер азаматты пайдалана алмайтын любовницалар бар. Любовницалардың барлығына жаңағы біз көріп жүрміз ғой, мысалы үшін қымбат көліктер сыйлайды, оларды жаңағыдай қыдыртады деген сияқты. Ол бізге миымызға құйылып қойған установкалар. Бірақ маған консультацияма любовница қыздар келеді. Мен еркекті жақсы көріп қалдым дейді.
жақсы көріп қалдым, маған қиын, я мен оны білем, әйелі бар екенін, бірақ мен оны жібере алмай жатырмын деген сияқты. Ол маған айтпаған әйел бар екен, ол маған негізі бойдақпын, ажырасқанмын деп танысқан, алданып қалады әйелдер. Алданып қалғаннан кейін уже тез бауыр басып қалады, жақсы көріп қалады. Сөйтеді, наоборот, еркекті отбасымен бірге асырап жүретін любовницалар бар. Мысалы үшін ер азамат любовницасы күшті ақша табады, өзінің жағдай, кәсіпкер әйелдер көп қой қазір. Сондай әйелдер еркекті анау балалармен бірге асырап жүреді ғой. Бала шағаңа апарып бересің, әйеліңе апарып бересің, әдемі киіндіріп қояды, астына әдемі машина беріп қояды деген сияқты. Кәдімгідей пайдаланады еркектер әйелдерді. Сізге сонда не керек ол еркектен десем, оның кетіп қалмауы дейді. До такой степени самооценка төмен, жалғыздықтан қатты қорқады. Қандай адам болса да, әйтеуір бір адам жүру керек та оның қасында. Ол асырап жатыр ма, ол еркектік міндетін орындап жатыр ма, оған бәрібір маңызды болып тұрған жоқ. Ал ана жақта оның әйелі жылап жатыр ау, женская солидарность деген нәрселер жоқ та. Кейбір любовницалар бар, еркекті пайдаланатын. Бірақ пайдалану деген нәрсенің астарында дұрыс емес нәрсе жатыр. Ешқандай да пайдалану, әйелдің көз жасына қалу арқылы басқа әйел бақытты бола алмайды. Любовницалар, мен всегда айтам, любовница это туалет. Неге? Өйткені еркек керек кезінде ол еркек келеді, нуждасын бітіреді, сөйтеді, қайтадан әйеліне барады. Осы любовница это туалет деген сөзім үшін қанша әйелдер маған қарсы шықты. Неге сен любовница дейсің? Сол туалеттің қасында ол жатыр ғой. Неге сен үйтіп айтасың деген сияқты ше. Бірақ ол бәрібір де в конце концов тастайды. Бәрібір тастайтын сәттер болады. Я тастамай, оған үйленеді, любовницасын алады, но ол басқа әйелмен жүріп жүреді ше. Любовницалар да күйеуін қызғанып жүреді ше. Әйелі болған күн өзінде бір әйелге тоймаған еркек, ол екінші әйелге де тоймайды. Ол всегда әйелге тоймай жүре береді. Сол үшін де қазір біреудің ойнасы болып жүрген қыздар бәрін тоқтатып, жаңадан өмір бастап, кішкене самооценкаңды көтерсең, сен де өз сүйікті жарыңды таба аласың және бақытты өмір сүре аласың деп айтқым келеді қыздар. Жаңа женская солидарность деген айтып жатырсыз да, сол әйелдік солидарность деген изменадан құтқарады ма? Құтқарады. Себебі қазір бізде әйел әйелге жау деген сөз көбейіп кетті ғой. Мысалы, әйел әйелге жау деп, соны миларына құйып алды қыздар. Мысалы үшін қазір екеуміз бір-бірімізге жау болып отырсақ, мынандай керемет сұхбат болмайтын еді бізге. Дұрыс па? Ал бір-бірімізді ашып, осылай сіз маған, мен сізге ашылып айтқаннан кейін бізде әдемі сұхбат болып жатыр. Әйел әйелге жау деген сайын бізде жаулар көбейе береді. Әйел бұл өмірде ешкімге жау емес. Сен өмірді қалай көресің, сол нәрсені саған өміріңде сондай ситуация бола береді. Өмірде барлығы жақсы. Әйелдер әйелге жаңағыдай дос, әйелдер әйелге тілеулес деген сияқты сондай бір жағымды установкаң болса, сенің айналаңда сондай нәрсе болады. Және де женская солидарность деген ол құрмет қой. Құрметтеу. Яғни сен әйелдің выборын, әйелдің еркегін, әйелдің отбасын, әйелдің балаларын құрметтесең, сен сол уже оның границасынан өтпейтін едің да, жеке шекарасынан өтпейтін едің. Ал егер сен өзің құрметтемейтін адамдар, олар басқаларды да құрметтемейді. Құрметтеу деген сөздің не екенін де білмейді ше. Ал өзің құрметтей алатын адамдар, олар женская солидарность да біледі, басқаларды да құрметтейді, басқаларын полностью жеке шекарасынан өтпейтін болады. Сол үшін де женская солидарность үйрену үшін әйелдер бірінші құрметті үйрену керек. Өзіне деген құрметті, айналасына деген, Аллаға деген құрметті сезіну керек. Бұл жерде бұл женская солидарность психология жағынан айтсам, ал діни тұрғыдан айтатын болсақ, бұны иман дейтін. Иманын күшейтіп, кішкене Алладан қорқатын болса, мұсылманды ренжітуден қорқатын еді. Бұл өмірде ең ауыр жаңағыдай күнәлардың бірі ренжіту ғой. Адамның көңілін қалдыруды. Ал адамның көңіліне қазір ешкім қарап жатқан жоқ та. Адамның көңіліне кішкене қарап, мұсылманды ренжітуден қорқатын болса, сол кезде оның иманы да, жолы да ашық болатын еді. Енді келесі сұрағым, ата-ененің кесірінен де изменалар болып жатады. Сол жайлы айтсаңыз. Қазіргі кезде бізде ата-енелер қызғаншақтықтан көп отбасын бұзып жіберіп жатыр. Сепарация болмағанда, мысалы үшін бір отбасында 5 бауыр тұрады. Бірақ 5 бауырдың тек кенжесін алып қалады үйде, либо үлкенін алып қалады. Қалғандарын бәріне воля беріп жібере салады. Ата-ене солардың барлығына бірдей қарым-қатынас жасаса, кәдімгідей балалар да рахат өмір сүретін еді деп ойлаймын. Мысалы үшін қолда тұрып алады да, ешқайсының үйіне бармайды. Қолда тұрғаннан кейін келінде қысылады.
кішкене еркін жүргісі келеді, кішкене романтика болғысы келеді, дұрыс па? Иә. Неше түрлі нәрселерін киіп алып, күйеуіне өнерін көрсеткісі келеді. Бірақ сондай кезде үлкен адамдар, мысалы бала шағасы бар ғой енді, басқа балалары, солардың үйіне бір айлап, 2 айлап қыдырып кетсе, жаңағы екеуі оңаша қалса, біз үлкендерді де сағынатын едік та, қарияларымыз да, ата енелеріміз де сағынып, солардың қадірін біле бастайтын едік. Ата енелер ана қолда тұрған баланың қадірін біле бастайтын еді. Себебі қазір қолда тұрған алтынның қадірі жоқ дейді. Мысалы, жаңа айттым ғой, 5 бауырдың қолда тұрғанына бәрі сөйлей береді да. Сен жаңағыдай дұрыстап қара, аналар бір нәрсе болып қалса сен кінәлі боласың, үйтпе, бүйтпе, ренжітпе дейді да. Бірақ өздері анда-санда бір келіп кетеді. Өздері анда-санда бір қызметін жасап қояды деген сияқты. Бірақ адам басқаларға ақыл айтпас бұрын өзі соны жасап барып, көрсетіп барып, істеп барса, абысындар арасында да ұрыс болмайды дейді бізде. Изменада, жаңа сұрағыңыздан алшақтап кетіп жатырмын ғой, изменада көп ата ене қызғанады балаларын. Қызғанғаннан кейін сондай нәрселер болады да. Мысалы, менде жеке консультациямда ер мен әйел келді. Өте жас, бір-бірін қатты жақсы көріп тұр, сүйіп тұр. 2-ақ жыл болған араларында, бірақ баласы бар. Сөйтіп барып айтады, мен дейді, күйеуім измена жасады дейді. Изменаны не себепті жасағанын анықтай келе, күйеуіме баратын кезде енем жұмыс тауып бере береді дейді ғой. Ананы бітіріп қой. Кухнядан енді шығайын, енемнің қасынан шығайын десем, ана жұмысты істеп қой, мына жұмысты істеп қой дейді. Күйеуім мені күтіп жатады да ұйықтап қалады дейді. Либо болмаса мен жаңағыдай шаршап барамын да, пока жуынып шайынуға нем жоқ, желанием жоқ, өзім тарс ұйықтап қаламын дейді. Жақындап құшақтайын десе, қойшы, керек емес, қазір емес деп, желанием болмайды дейді. Өйткені оның энергиясының бәрін сол жұмыс алып қойып жатыр да. Бітпейтін, өмірі бітпейтін жұмыс. Ал енесі сол моментте түсінігі болып, бар сендер жас отбасысыңдар, бар күйеуіңе көңіл бөл, жаңағыдай екеуің сәл демалып алыңдар десе, сол кезде кәдімгідей қарым-қатынастары сақталатын еді. Сөйтіп қыз айтады да, мен енеме тұрмысқа шықтым ба, күйеуіме тұрмысқа шықтым ба, білмеймін дейді. Біз отбасыда енемнің әйелі сияқты өмір сүретінмін дейді. Енемнен қорқам, бір жерге баратын болсам, енемнен сұранам. Еще күйеуім айтады, мамадан сұран деген сияқты. Бізде қоғамда солай ғой. Балалар еркектер үйреніп алады да, әйелін служанка ұқсап, мама, тәрбиеле деп апарып береді. Ешкімді тәрбиелей алмайды. 1 жасар баланың өзінің мнениесі бар қазір. 1 жасар баланың өзін біз тәрбиелей алмаймыз. Сол үшін де енелер поддержка беру керек. Солай екеумен жұмыс жасадық. Жаңағы қызда енесі жұмсай бергеннен уже отвращение. Енесін жек көреді, көргісі келмейді, бірақ енді күйеуін жақсы көргеннен кейін тұрып жатыр да. Өтірік өз-өзін алдап қояды. Ол маған жаңағы күйеуімді туып берді ғой, мен оны қабылдауым керек деп. Келіндер, сіздерде енеге деген жаңағы осындай сезімдер болса, жек көру, отвращение, раздражение, сен оны мен қабылдаймын, мен оны кешіремін дегенмен сен оны никак жасай алмайсың. Оны түп санаңа үңіліп барып, терапиялар жасау арқылы ғана, сен проработка жасау арқылы ғана сен оны жеңесің. Солай консультациядан өтті, терапияларын өтті, күйеуімен бірге де жұмыс жасадық. Енесін барып, кәдімгідей құшақтап, екеуі бірге қазір күшті қарым-қатынас жасайды. Күйеуі де әйеліне айтады, мен қалай мынандай әйелге опасыздық жасадым, мен әйелім сондай әдемі екен ғой деп ше, әйелінің плюс жақтарын байқап жатыр. Енесі де уже барыңдар сендер демалып алыңдар. Күйеуіңмен кішкене қыдырып қайт, мен балаңа өзім қарай тұрамын. Давай сендер екеуің ұйықтаңдар, балаңды мен алып жатамын деген сияқты уже поддержка бере бастап жатыр. Отбасыда баланс орнап жатыр. Келін мен ене рөлінде емес, келін мен жаңағыдай ене өзінің орнын біледі. Күйеу мен әйел өз орнын біледі. Қай жерде қалай сөйлеу керек екенін біледі. Сол жерде баланс болады. Ал баланс бұзылды, жаңағыдай ене келінге бітпейтін тірлікті бере береді, еркектер достарымен кетеді, олар достарымен барады, саунаға барады, массаждың түр-түріне барады, сөйтеді да еркектер изменаның басын бастап кетеді. Әйел мына жақта тірліктен шыға алмай жүрген кезде еркектер басқа әйелмен көңіл жарастыра береді. Сол үшін де бітпейтін тірліктің құрсауынан шығыңыздар, қыздар. Кішкене күйеулеріңізге көңіл бөліп, кішкене онымен отырып сөйлесіп, оның жан дүниесіне кіріп, не болып жатқанын түсініп, бірге оңашада демалып, романтикалық вечерлер жасап, солай көңіл бөліп тұрса, отбасыда измена деген азаятын еді. Тірлік ешқашанда бітпейді. Ол бітпегенде. Бітпейді ғой. Оны кішкене делегировать етіп үйрену керек болады. Күшті измена тақырыбын ашып жатырмыз енді. Жаңа айтып қалдыңыз, әйелі елге жау деген негізі қазір көп тарап жатыр ғой. Сол тұрғыда енді ата ене келінді көре алмайды ма? Көре алмайтын отбасылар да бар. Шындыққа тура қарау керек. Маған консультацияма енелер де келеді. Мен баламды қызғанамын дейді.
келінім дейді әп әдемі жас үйленді дейді, келінім мынандай мысалы мына затты мына жерге қойып қойса ол мен жыныма келеді дейді. Прям ұнамайды дейді. Ол зат өз орнында тұру керек, ана өз орнында тұру керек. Себебі енелер бір 50 жылға дейін өзінің правиласымен өмір сүреді. Сөйтеді топ еткізіп оның ортасына жас келін келеді. Сөйтіп ол өзінікін пихать еткісі келеді. И ортада түсініспеушілік болады. Сонымен енелер де көре алмайтындар бар. Қызғанады. Сепарация жоқ. Өйткені қазіргі жас қыздарға айтарым, сен өзіңді психологически дайында. Ертең сенің балаң бір басқа қызды жақсы көретінін, басқа қызды аманат қылып алатынын, оған жаңағыдай өз махаббатын беретініне сен психологиялық тұрғыдан дайын болсаң, сен ертең қызғанбайсың, көре алмайсың. Жаңағыдай ол нәрсе болмайды сен отбасында. Ал егер сен ешқандай дайындықсыз балаң топ еткізіп келін ала салды, ол да енелерге удар болады. Шок. Кейбір енелер өзінің енесінен көрген дүниені жасайды, кейбір енелер өзінің мамасынан көрген дүниені қайталайды. Мына цепочка қайталанып жатыр ғой бір-біріне. Типа мен ондай нәрсе көрмегем, мен тірліктен өлмегем деген сөз. Мен тірліктен өлмегем, мен жаңағыдай байымды құшақтап жатпаса да еш нәрсе болмаған. Еркек не болыпты жүреді, сен шыда, сен келінсің ғой, сен шыда, сен келінсің ғой деген сөзді алып тастау керек. Қазір ешкім шыдағысы келмейді. Никто не хочет терпеть дейді ғой. Шыда деген сөз это раздражать етеді адамды. Келініңде, либо балаңда, либо өзіңде осындай бір проблема көрдің ба, сразу специалистке кел. Бөтен адам саған шындықты айта алады. Сен туысқандарыңның, достарыңның сөзін сен қабылдай алмайсың ол жерде. Ал бөтен адам саған уже мысалы үшін былш еткізіп айтады. И сен сол айтқан әңгімені қабылдап уже сезіне аласың да. А бізде айналада өйстіп проблема болса подружкасына барып айтады, туғандарына барып айтады, келін мысалы мамасына айтады, ене барып қызына айтады деген сияқты. Сөйтеді отбасыда бәрі бір-бірін жек көріп жүреді. Бір-бірімен мысалы үшін қайын сіңілісімен келіні екеуі, жеңгесі екеуінің отношениясы күшті болып жүреді да, ана келін енесімен ұрысып қалады да, қайын сіңілісімен отношения бұзыла бастайды деген сияқты. Құдағилардың отношениясы бұзылады. Мысалы үшін келіні жамандайды енесін, мама мен енем былай істеп жатыр дейді. Аяқтан менде мысалы қызым бар, қыз тәрбиелеп отырмын, ертең ол да маған сөйтіп айтса, мен де жек көретін едім да. Өйткені ұнатпаймын қызымды қалай бүйтіп тәрбиелеп отырған қызымды ертең біреу сөйтіп ренжітсе, мен оны ұнатпайтын едім. Қазірден сөйтіп ойлаймын. Сол себептен де қыз кетті ма, үйден ұзатылып болды. Ол мынау жаңа түскен отбасыдағы проблеманы енесімен, күйеуімен қарым-қатынаста мамасына айтпау керек. Жақсы нәрсені айтсын, сыйлығын берсін, анасын қуантсын, бірақ анасын жүрегін ауыртпасын да. А сіздерге қазір айтатын болсаңыздар, біз сияқты психологтар бар, жетеді ондайлар, өте көп. Сол себепті қыздар кішкене ақылдырақ боламыз. Отбасыңызды сақтап, бақытты өмір сүргіңіз келсе, жеке шекарадан маманы кіргізіп алып, енені кіргізіп алып, подружкаларды кіргізіп алып жүрмеңіздер. Әрдайым өздеріңіздің отбасыларыңызды бірінші құндылыққа қойып үйреніңіздер. Сол кезде бақытты өмір сүретін боласыздар. Өте керемет айттыңыз. Енді осы тұрғыда жаңа сіз айттыңыз ғой, цепочка болып жүре береді деп та. Енді ол цепочканы міндетті түрде енелер ол жүргізе береді, оны бұзбайды. Енді соны келін қалай бұзса болады? Келін білім алумен бұзады. Және де эмоция бермеумен. Мысалы үшін бізде эмоция беріп қояды ғой. Келін жаңағыдай, ол жағдай өзімнің де басымнан өткен. Мысалы үшін менің қайнатам бар. Қайнатама мен өзім психологпын, мен керемет жаңағыдай адамдармен қарым-қатынас жасаймын. Мен үлкенмен де кішімен де күшті қарым-қатынас жасаймын деп ойлағанмын ғой. Басында сондай уверенностьпен тұрмысқа шықтым. Мен күйеуім маған ескертті. Мен әкем мінезі өте ауыр, қырсық мінезі бар. Сен шыдайсың ба дегенде, мен шыдаймын, мен психологпын, мен любой адаммен қарым-қатынас құра аламын деп ойлағанмын ғой. Уверенность ұрып тұр. Сөйтіп бардым. Атам күшті, 1 жыл керемет отношения болды. Ата деп көңілін табам. Сосын ол уже өзінің шынайы түрін көрсете бастады. Яғни қабақ түйеді, қырсығады, ашуланады. Оның бәрін мен күйеуім көріп қойған. Өйткені оның әкесі, ол білет өзінің әкесінің. Оған норма. Маған это не нормально. Өйткені ол 1 жыл келінім, рахмет, күшті жүрдік. Сөйтіп бар, мен уже бала туып, декретте үйде отырып қалған кезде, атам уже балаға тисе бастайды, маған тисе бастайды, қабағы всегда былай отырады. И мен ойлаймын ғой, мен бір нәрсе дұрыс жасамай жатырмын ба? Мен қайнатамның көңілін қалдырдым ба? Мен жаңағыдай, может, тамам дұрыс болмай жатыр, может, әңгімем дұрыс болмай жатыр, может, поведением дұрыс болмай жатыр. Еще лучше стараться етіп жүріп, бір күн менде полный выгорание.
күйеуімді көргім келмейді, атамды көргім келмейді, ажырасам, болды, мен ажырасам деген ой келеді. И ол ой келе береді ой маған. Каждый раз оған көрген сайын, атамды көрген сайын, все, мен ажырасам мен тұра алмаймын. Мен ажырасам мен тұра алмаймын деген ой кетпейтін менде. Соны мен Құдайдан тілеймін. Өйткені мен Аллах тағаладан сұрап алғам күйеуімді. Аллахым маған осындай берші, маған осындай отбасы берші деп күйеуімді қатты жақсы көремін. Сөйтіп Алладан сұраймын, Аллахым көмектес маған. Мен не істеймін білмеймін, бірақ атамен біз өйткені қолда да, біздің қолымызда. Не істеймін білмеймін, мен дальше выход көріп тұрған жоқпын. Сөйтсем, кейін уже қайтадан білім алып, қайтадан терапия. Мен ойлағам ғой, болды, мен оқып тастадым, мен бәрін көріп тастадым, мен бәрін білем деген жерден біз қателік жасайды екенбіз да. Мен бәрін білем деген жерден сен құлайды екенсің. Сөйтіп қайтадан іздене бастадым. Шетелден білім ала бастадым, оқуымды жалғастыра бастадым. Сөйтсем, мен эмоционалдық тұрғыда күйеуіме емес, атама байланып қалған екенмін. Атама, қайынатама, эмоционалдық тұрғыда. Яғни оның көңіл күйі түссе, менің көңіл күйім түседі. Ода бір нәрсе, ол енді ауырады, үлкен кісі, ауырып өзінің тізесі сырқырап отырса, мен өзімді кінәлай бастаймын. Мен дұрыс нәрсе істемедім ба деп оның көңілін тапқым келеді. Сөйтіп, мына эмоционалдық қарым-қатынасты үзеді маған. Болды, сенің атаң, ол өзі сондай деп саған күйеуің айтыпты ғой. Яғни сен дайындалыпсың ғой соған. Ол үлкен кісіге үлкен кісі болуға рұқсат бер. Ашуланса ашулануға, ренжісе ренжуге, ауырса ауруына, қабақ түйіп отыр ма, қабақ түйуіне рұқсат бер деді маған. Сөйтіп мен қалай рұқсат беремін, оған барып айта алмаймын ғой. Іштей, яғни іштей сен одан бұзасың дейді. Сөйтіп қарашы, өзіме уже мән бермей, фокусымды жұмысыма, балаларыма, күйеуіме, қайтадан өзімнің ішкі состояниеме мән бере бастадым. Сөйтіп барып өзім іштей түзеле бастағанда, қайнатам да уже манипуляциясын тоқтатты да. Жаңағыдай күйеуіме, отношенияға. Сол жерде қыздарға айтатыным, эмоционалдық тұрғыда өзіңіздің состояниеңізге мән беріңіз. Егер де тура мен басымнан өткен жағдай сіздің де басыңыздан өтіп жатса, либо енеңіздің көңіліне қарап, либо кейбір қыздар күйеуіне осылай эмоционалдық тұрғыда байланып қалады. Күйеуімен отношениясы күшті болып жүрсе, өзі бақытты болып жүреді. Күйеуімен отношениясы бұзыла бастаса, өзін уже жалғызсырап, мысалы, изменада да тоже сондай да. Күйеуімен отношениясы күшті, оларда бәрі жақсы, керемет. Күйеуі измена жасап қалды, болды, ол батыс құлайды, шаршайды, ашуланады, раздражаться етеді, өйткені өзімен байланысы жоқ. И ол өмірінің целый мирін жоғалтып алған сияқты болады да. Сол себептен де қыздар, бұл психологияда барлығы бір-бірімен былай байланып жатыр. Эмоционалдық байланысқа өте қатты мән беру керек. Ішкі халің сенің быт-шыт болып, сен өзіңді жоғалтып, соны басқаларға байлап қойсаң, сен оны никогда өзіңді таба алмайсың. Қиналып өмір сүресің. Ал сен өзіңді тауып болып, айналаңмен қарым-қатынаста сен бақытты өмір сүретін боласың. Жаңа енді сөзіңіз аузыңызда бір айтып қалдыңыз, ажырасуда. Негізі ойлаймын, осы қыз-келіншектердің көбінде осы ажырасу деген ой бәрінде болады деп ойлаймын. Себебі бір қылт етсе бітті, ажырасу деген ой келіп қалады да бізге. Енді осы ажырасудың измена болған сәтте ажырасу орын алуы қалай болады? Мысалы, бірден измена болды, бірден ажырасып кетемін, әсер ете ала ма деген сұрақ. Өте жақсы сұрақ. Бірақ измена үшін Қазақстанда ажырасса 99% отбасы ажырасып кетеді. Қазақтың бір жақсы сөзі бар, жақсы әйел еркектің жақсысын асырып, жаманын жасырады деген. Яғни жақсысын асырып, жаманын жасырған сайын сен отбасыңды сақтай аласың. Ал бізде жаңа айтып жатсыз ғой, қит етсе ажырасу туралы ой келеді. Неге? Өйткені бізде ажырасуға үгіттеу қазір көп. Ажырасады қыздар, успешный успех болып кетеді. Еркін өмір сүру, жаңағыдай рахат өмір сүру деген сияқты болады. На самом деле оның да өзінің обратной сторонасы бар. Жалғыздық сезіну, қиналу, ешкімге көрсетпеу, білдірмеу деген сияқты. Дұрыс па? Ондай сезімдер болады. Сол себептен де қыздар қылт етсе ажырасу деген нәрседен шығыңыздар. Ажырасу керек, мен прям ажырасыңдар деп айта алатын кездерім болады, когда еркек прям әйелді ұрып, уже әйелдің өміріне қауіп төніп тұрғанда, Бишімбаев сияқты да, уже әйелін өлтіріп тастаған сияқты сәттерге апармау керек. Еркек уже алкоголик болып, конченый, уже оны никак сен құтқара алмайсың, сен ол кезде оны қалдыруыңа тура келетін сәттер болады. Еркек игроман болып, үйдегі бүкіл дүниені сатып, уже сені қарызға тығып, бүкіл берекені қашырып тастайды ғой, уже никак сен оны құтқару үшін сен бүкіл күшіңді салдың, сенің өз тарапыңнан көрдің, бірақ қоймайды, ол кезде уже болады. Ал мынандай измена, ата-ене, жаңағы мелкий ұрыстар, көңіл бөлмеу, көңіл су, оның бәрін өзіңмен когда жұмыс жасайсың, ол жұмысты сен дәптер оқу, кітап оқу, жазу, жыртып тастау, өртеп тастау емес, ол глубже копать ету. Яғни адамды отырғызасың,
состояниеға кіргізесің, терапия жасайсың, сол кезде ғана ол жұмыс көрінеді. И ол кезде айнала өзгере бастайды, кәдімгідей өзгере бастайды. Сепарация бәрі өзгеріп, мына өміріңде бір бардак болып жатады ғой, Иә. сол жоқ болып кеткен сияқты болады. Өміріңде болып жатқан ситуация Аллах тағала өзімен өзі бол дейді, Алла бол дейді, ол жоқ болып кетеді. Сол үшін де қыздар, измена үшін ажыраспаңыздар. Бірақ измена үшін ажыраспады деп айтты деп, болды мен ажыраспаймын деп сіз дальше өмір сүре алмайсыз. Өйткені мына ой тоқтамайды да. Менің күйеуім маған сатқындық жасады, менің күйеуім измена жасады деп әйелге ой келе береді. Сол үшін де қыздар, ойды тоқтату үшін ойды тазалау бізде терапиялар бар. Сол терапияға келіп ойды тазалап үйрену керек. Адам ойын басқарып үйрену керек. Сол кезде ажырасудың алдын алады. Ажырасуға деген үгіттеуге адам уланып қалмау керек. Ажырасуға үгіттеуге сеніп қалмау керек. Таңдау тұрады. Сенің күйеуің, мен қандай әке деп всегда сұрақ қоямын. Сенің күйеуің қандай әке? Ол балдарға да көңіл бөлмейді, ол балдарды да ұрады, мені де ұрады десем, онда мен уже ешнәрсе айта алмаймын. Онда мен сізге ажыраспа, отбасың сақтап қал деп айта алмаймын деп, уже ол кезде айтпаймын, кеңес бермеймін. Ал менің күйеуім керемет әке, мен бар жағдайым жасап жатыр, менің көңіліме қарайды, мені сүйеді, бірақ ол измена жасап қалды, ол сондай бір қателік істеп қалды десе, жаным, сен отбасың сақтап қалуға болады. Себебі сен кішкене мына нәрсені өзгертіп көрші, сол кезде сенде болады деп конкретность қоюға болады да, сондай моменттерде. Өзі көрініп тұрады ситуация. Просто сен наблюдательге түсіңіздер. Мысалы, мынау сенің күйеуің, сен ортадан шық өз-өзіңнен. Сөйтті өзіңе қара. Сен өзің сияқты әйелмен тұра алмадың. Сен өзің сияқты әйелге көңіл бөле алмадың. Мысалы үшін өзіңнің шашың май, өзіңді тастап жібергенсің, киінбейсің, боянбайсың. Қолға қараңыздар. Қолың қандай сенің? Иіскеп көр. Денеңнен қандай иіс шығып тұр? Жағымды иіс шығып тұр ма? Жағымсыз иіс шығып тұр ма? Кейбір әйелдерді білемін мен. Өзі әдемі, күшті, бірақ қасыма келіп қалса, мүңк етіп бір жағымсыз иіс шығады. И ол еркектердің иіс сезуі иттердікі сияқты қатты сезеді. Олар әйелге жақындап қалған кезде жағымсыз иіс шықса, миға сразу сигнал барады. Отвращение. И ол отвращение оларды всегда қап кетеді екен. Сол үшін де қыздар, шомылуға көп уақыт кетпейді. Бір 10 минут от силы кетеді оған. Дұрыс па? Неше түрлі қымбат алмай-ақ қой, сен қымбатқа ұмтылмай-ақ қой. Толып тұр ғой, 800 теңге, 500 теңгеден де келсе душалар толып тұр. Ал жақ, денеңе қара. Денеңді сүй, тәніңді сүй, жаныңды сүй. Әдемілен, хош иістен, күйеуің саған тартылып тұрады сол кезде. Магнит сияқты тартылып тұра бастайтын болады. Сол үшін де қыздар всегда осы нәрселерге мән беріп жүреміз. Ал әйелдер изменаны кешіре алмаса ше? Әйелдер изменаны кешіре алмаса, әйелдер де измена жасап кетеді. Бізде қазір қоғамда тек қана еркектер ғана измена жасап жатқан жоқ. Өкінішке орай, әйелдердің де изменасы белең алып бара жатыр. Себебі неге? Еркектердің изменасын біледі. Неге айтады? Неге сен измена жасайды екенсің? Неге мен жасай алмаймын? Неге сен басқаларды көреді екенсің? Неге мен көре алмаймын? Ерегісу. Әйелдер ақыретін ойлап жатқан жоқ. Ертең не болатынын, қалай болатынын, Алланың алдына барған кезде оны еркектер де ойланып жатқан жоқ. Как будто бір вечный өмір сүретін сияқты, мәңгі өмір сүретін сияқты, бір өлмейтін адам сияқты өмір сүріп жатыр ғой. Сөйтіп жүріп маған келеді қыздар, менің күйеуім көп измена жасады дейді. Күйеуім көп, мен уже полное разочарованиядан, мен оны жек көремін дейді. Жұмыста күйеу айтады, оны қарамайды, мысалы үшін мән бермейді, әйеліне уже үйреніп кеткен да, бір-бірін көре бер. Әйел әдем киінеді, жаңағыдай хош иістенеді, жұмысына барады. Жұмысында жап-жас бойдақ жігіттер оған қырнай бастайды. Ой, әдем болып тұрсыз ғой, бүгін сұлу болып кетіпсіз, фигураңыз күшті болып тұр дейді. Сонымен әйел қылт етеді. Үйге квартираға барады, үйге оны жаға барады. Сөйтеді, әйел уже ананы жақсы көріп қалады. Еркек измена жасаса, ол тоқтап семьясын сақтап қала алады. Бірақ әйел измена жасап, уже басқа еркекті жақсы көріп қалса, оның уже семьясын сақтап қалу қиын болады. Себебі әйелдер сезім беріп қояды ол жерде. Сол үшін де қыздар кешіре алмаймын деген нәрсені айтпау керек. Никогда не говори никогда деген сөз естігенсіз бе? Никогда не говори никогда дейді. Маған айтып тұрмын ғой, кейстарымда өте көп, консультациямда бір қыз келеді, мен күйеуімді ешқашан кешірмеймін дейтін. Бойдақ кезде айтатынмын дейді, бойдақ кезде. Мен ертең күйеуім измена жасаса, мен кешірмеймін. Бір күнде, бір секундта тұрмаймын. Қалай изменаны кешіруге болады деп ойлайтын дейді. Бойдақ әлі тұрмысқа да шықпаған. Сөйтіп күйеуге шықтым дейді, күшті болып жүрдік дейді. 7 жылдан кейін
отбасымда осы измена болды дейді, алғашқы изменасын білдім дейді, сол кезде менің қатты больно болды дейді, ажырасуға себеп болды, бірақ уже бала шағасы бар. Сөйтіп кейіннен барып солай жүрген кезімде ажырасам деп жүрген кезімде күйеуім келді, жақсы көремін, 7 жыл тұрдым, сүйемін дейді, қайтадан қосылдық дейді. Бірақ сол кезде айтқан дейді, сен тағы да маған измена жасасаң, мен сені ешқашан кешірмеймін деп сол кезде тағы да айттым дейді. Сөйтіп тағы 1-2 жыл өтеді, ол тағы да жасайды дейді. И менде полный уже бітті ғой ана әйелдің ішкі күйі, ішкі халі шаш разбиться етті да. Сөйтіп уже мен көп рилстар саламын осы темада, сонымен мені көріп қалған, келген, сөйтіп барып айтып отыр, міне сіздің қателігіңіз осында деймін да. Ешқашан никогда не говори никогда. Терапиялардан өтті, терапиядан өтіп кеткен күні күйеуі қып-қызыл лексуспен күтіп жатыр дейді, бантикпен есік алға. Сол машинаны әперем деп жүргенде басқа әйелдерге шашып тастай беретін ақшасын дейді. Жағдайлар жақсы, бірақ шашып тастай беретін. Маған келгенде ақшасын аяп қалатын дейді. Сол изменадан кейін почему-то ақшасын аяй беретін болды дейді. Сонымен терапиядан кеткеннен кейін қып-қызыл бантикпен соңғы маркадағы лексусын суретін жіберіп тұр ғой. Қарасаңызшы, күйеуім маған машина сыйлады қанша уақыттан бері. Өйткені адам мен кешірмеймін деген кезде Құдай айтады екен, сен кешірмейтін кімсің? Мә саған ситуация беремін. Или болмаса мен кешірімді адаммын, мен адал адаммын дейді ғой қыздар. Мен адалмын, мен адалдықты жақсы көремін дейді. Вот сол кезде де сынақ келеді екен да. Өйткені статистика бойынша адал қыздарға өте көп измена жасайды. Өзі адал қыздарға и өтірік айтқанды жек көретін қыздарға өте көп измена жасайды. Сондай нюанстар бар бізде. Сосын біздің миымызда кешірмеу деген функция жоқ екен. Кешіру, кешірмеу деген шығар. Кешіру тек қана Аллаға тән екен. Бізде қолды ашу, жұму, көзді ашу, жұму деген бар да, бірақ кешіру деген жоқ. Аллах бізге салмаған. Өйткені біз Құдай емеспіз. Біз кешірмейтін пендеміз да. Құлмыз біз, пендесің. Сен пендесің деді да, бізге кешіру деген функцияны салған жоқ. Аллаға ғана тән ол. Содан кейін ақыретте есептесеміз деңіздер. Маған осы сөз қатты ұнайды. Ақыретте ол Аллах тағала оның есебін алады. Әйелдің әрбір көз жасы үшін, әйелдің әрбір жүрек жараланғаны үшін ол барып ерегісу емес қой. Даже егер де әйелдер, қыздар сіздердің қолдарыңыздан келе алса, сол иманыңыздың күшті болған соншалық, күйеуіңнің қателігі үшін дұға жасап көр. Аллахым, оның қателігі үшін өзіңнен дұға тілеймін. Мен жақсы көретін адамды өзің кешіре көр деп. Ақтап алыңыздар қыздар. Ең жақсы көретін бір жастықта жатқан, оның перзентін көтеріп жүрсің, сен бірге тұрып атсың, жек көрмеңіздер, ақтабаңыздар. Любой еркектің қателігін ақтап үйреніңіздер. Былай істеп көрді ғой, ол былай көрді ғой деп. Сен когда ақтап ала бересің күйеуіңді, ол да сені ақтап тұрады. Ақтап сен дәрежеңді көтере береді. Мен әйелім, менің жаным деп ше, ты королева сияқты относиться етеді. А сен еркекті езей бересің, бетіне баса бересің, ол сол кезде естиді, сені де чорт қылып тастайды. Әйелін менсінбей кетеді. Қанша әйелі күшті, білімді, текті, мысалы керемет беделді қыздар бар, беделді орындарда отыратын. Солардың күйеулері оларды бағаламайды. Неге? Өйткені олар признание күйеуіне бере алмайды. Күйеуіңе бер признание, ол да саған береді. Енді жаңа көзге шөп салудың дініміз тоқтата ала ма? Иман жағынан ба? Иман тоқтата алады. Алладан қорқу ғана тоқтата алады деп ойлаймын. Себебі Алла тағала үшін мүмкін емес нәрсе жоқ. Алла бол дейді, барлық нәрсе болады. Сол себептен де қыздар, өміріңе измена деген сынақ келді ма, бұл изменист деген белгі деп біліңіздер. Барып, одан құтырып, шашыңды бояп, жаңағыдай, одан сайын, мысалы қыздар бар, орамалда жүреді да, күйеуі измена жасаған соң орамалын шешіп тастайды. Күйеуі измена жасағаннан кейін жаңағыдай әдемі болып, или прям хиджаб кимесе де былай орамал тағып жүреді да, лақтырады да, ананы шашын бояп, қысқа киініп, полный. Ақыр саған сондай қыздар ұнайды екен ғой дейді, Алладан алшақтап кетеді. Әрбір сынақ біздің өмірімізде Алланы еске салу үшін беріледі. Тұр, жақсы көресің ба ақыры, тахаджуд намазын оқы. Жақсы көресің ба отбасыңды 5 уақытқа кел. Жақсы көресің ба салауаттарыңды айт. Алламен байланысыңды үзбе. Сол кезде өмірде реттеледі бәрі. Всегда Алламен байланыс сізге бір жарық сәуле сияқты болып тұру керек. Қараңғы бөлмеде қалып кетіп, сіздің өміріңізге бір жарық сәуле келгендей Алламен байланыс үзбеу керек. Себебі біз бәріміз вечный емеспіз. Сөйлеп отырып Құдай сақтасын мен өліп қалуым мүмкін. Дұрыс па? Көріп отырып Құдай сақтасын сіз өліп қалуыңыз мүмкін. Сол себептен де қыздар, өлмей тұрып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып кеткен өмірдің қадірін біліңдер деп. Өмірдің қадірін біліп,
сен 5 уақытыңды туралап 5 парызыңды туралап жүрсең, сенде всегда бәрі керемет болады. Оған өзімнің көзім 100% жеткен. Машалла, күшті айттыңыз. Енді измена жасалды, барлығы болып қойғаннан кейін, изменадан кейінгі отбасылық өмір жайлы айтсаңыз. Дальше қалай өмір сүреді, дальше қалай отбасын сол бұрынғыдай жасай алады деген. Осы изменаны біліп қойғаннан кейін көп әйелдер күйеуінің бетіне баса береді. Яғни сен измена жасадың, сен сол жерде жаңағы жаман қыздарға ақша құрттың, сен соларға бардың, шлюхаларға бардың деген сияқты көп айтады. Даже кейбір қыздар боқтайды, кейбіреулер бірге бір төбелеседі. Білесіз ба? Аллах тағала әйелге изменаны ешқандай әйел білем деп біліп қоймайды. Ешқандай әйел изменаны осы білейінші, беті ашылсыншы демейді. Алла тағала әйелдің жүрегіне сезім салады. Себебі әйелде су деген энергия бар. Еркектің ішіне кіріп шыға алады. Еркектің қай жерде не айтып жатқанын, қалай айтып жатқанын әйел всегда сезіп тұрады. Ай, мына жерде мына өтірік айтып тұр. Мына жерде мына дұрыс емес нәрсе айтып тұр. Бір нәрсе бүлдірді деп әйелдің сезімі болады. Өйткені әйеліне күйеуінен жақын адам жоқ, күйеуіне әйелінен жақын адам жоқ. Екеуі прям жақын. Табиғи жақтан да, биологиялық жағынан да түсінген адам бұл сөздің астарын. Екеуіңізге бір-біріңізден артық жақын адам жоқ. Және де сол сезім арқылы әйелдер біліп қояды. Еркектер, сіздер егер де мен әйелімді алдаймын, ол ешнәрсе білмей қалады десеңдер, қатты қателесесіздер. Әйелге Алла салады, Аллах тағала салып қояды. Ол былықпай, өтірік, кез келген жалған сөз судың бетіне қалқып шығады. Содан кейін әйелдерге больно бола бастайды. Себебі көп әйелдер айтады, мен сездім дейді, біреу түсімде көрдім дейді, мен паролін білмейтін едім күйеуімнің дейді, паролін баса салдым, ашылып кетті дейді, балам мультфильм көріп отыр дейді, сол телефон тексер деген ой келді дейді, барып қарасам дейді, не деген сообщенияларды көре бастадым дейді. Бұл жерде ол Құдай бәрібір көрсетіп қояды. Сол үшін еркек адал болып, адал тұрып, сол әйелге вложение құйып, вложение не только ол Дубайға апару, аняққа апару, білім құйыңыздаршы, әйелдің санасын өзгертіңіздерші. Бірінші санасы өзгерген, иманы өзгерген әйел, ол керемет әйел болады, сүйікті әйел болады. Ал осы жерде жаңа айттыңыз ғой, жаңағыдай отбасылық өмір дальше қалай болады, не істеу керек, білім алу керек, екеуі келіп өзгеру керек. Яғни еркектің изменасы үшін әйел қиналып жатыр ғой, әйелдің жүрегі жараланып жатыр. Еркек те өзінің нәпсісімен, сила воля ғой, нәпсіні былайша орысша айтқанда сила воля, әйелдерге деген сила волясын тоқтатып үйрену керек. Мысалы үшін біреу диета ұстайды да, тамақ жеп қоя береді ғой. Тура сол сияқты еркектер де бармаймын дейді да, барып қоя береді. Істемеймін измена деп уәде береді, жылап кешірім сұрайтын еркектер бар. Әйеліне тізерлеп, әйелі кетіп қалса соны есік алдына жатып алатын еркектер бар. Бірақ бармаймын деп жасап қоя береді. Істемеймін деп жасап қоя береді. Азғыру көп қой бізде. Әдемілік көп. Мысалы үшін кеше Астанада жүрміз, бір көшенің бәрінде толған клубтар. Дұрыс па? Оның бәріне қыздар шығып жатыр, кіріп жатыр. Тамақтануға кірдік. Жас қыз, еркек, еркек толып отыр. Тура сондай. Мына жақта оны білмейсің, әйелі ма, оның любовницасымен отыр ма, білмейсің. Ана жерде сол себептен де еркектер сила волямен жұмыс жасаңыздар. Алладан қорқыңыздар. Әйелдер, сіздер де білім алып, иманды күшейтіңіздер. Бір-бірлеріңізді сүйіп, қадірлеп өмір сүретін болсаңыздар, отбасыда бәрі жақсы болады. Кешірмеймін деп тәкаппарламаңыздар. Енді келесі сұрағым, измена болғаннан кейін ол қайталанбас үшін не істейміз? Қайталанбас үшін бірінші Алладан дұға тілейміз. Яғни Аллахым, всегда мен, мысалы үшін мен де күйеуім осы жерде отырып, мен осы жерде сіздерге изменаны айтып отырып, Құдай сақтасын, Алла сақтасын, күйеуім измена жасап отыруы мүмкін, Алла сақтасын деп. Одан кейін мен всегда күйеуімнің азанда таңертең аяқ киімін тазалап жатқан кезде Аллаға тапсырамын. Аллахым, мен мына еркекті өзіңе тапсырдым, оның жұмысын өткен қыздар өте көп. Мен де жұмысымда отырамын да, например, мен оны бақылай алмаймын. Аллахым, өзіңе тапсырамын, оның көзін, жүрегін басқа елден сақта деп. Сақтап, прям дұғамен жүріңіздер қыздар. Сол кезде күйеуіңіз сізге тартыла бастайтын болады. Мысалы үшін менде КНБ-да істейтін бір әйел бар. Күйеуін всегда 24/7 аңдып отырады. Телефондарын, барлығын көріп отырады. Сообщениесі ананың сообщениесіне келеді, звоноктарын. Сен жұмыста жасамай қойшы, үйде жата берші депті бір күні. Күйіп кеткен ғой, үйде жат сен. Мен өзім сені асыраймын деген.
адал болсаң болды деген ғой. Сөйтіп жатады үйде, әйел айтады, мен дейді жұмысқа кеткенде, мен магазинге шығып кеткенде басқа әйелдермен сөйлеседі екен дейді. Мен туалетке кіріп кеткен кезде басқа әйелдермен сөйлеседі екен дейді. Сол үшін сен еркекті бақ, қақ, істеме деп бүкіл жағдайын жаса, істемеген адам істейді. Ал істемеймін, Аллах тағала жүрегіне ой салып, Алла басқарып тұрса, оны шайтан аузубиллях емес. Оның алдына 100 қыз қойып қой, 100 хор қызын қойып қой, ол жасамайды. Оды себебі Аллах тағала басқарып тұрады. Сол үшін де дұғамен жүреміз және қараймыз қыздар өзімізге. Жаңа айттым ғой, тәнімізге, жанымызға, білімімізге, аузымыздан шығатын сөзімізге неше түрлі жағдай жақсы еркектер келеді. Жағдай жақсы, бәрі бар. Айтады, әйеліме бәр жағдайын жасап қойдым дейді. Не айтады, аузынан бәрін жасап жатырмын дейді. И көремін да жасап жатқанын ше, бірақ недовольны дейді. Недовольны, бірақ недовольны, не жетпейді бұл әйелге дейді. Не істеймін дейді. Уайымдайды, отбасын сақтап қалғысы келеді. Сөйтіп әйелін әкеледі, жұмыс жасасақ, әйелде детская травма. Әйелде полностью неуверенность, әйелде қызғаныш, әйелдің өзі мынандай бардак болып жатыр да, бірақ оның сыртын жөндеп жатыр. Шетелге апарады, киім әпереді, бренд әпереді. Ол не помогает, потому что әйелдің іші быт-шыт болып жатыр. Ішкі халі быт-шыт болып жатыр. Ал ол ішкі халді терапиялар, айтып тұрмын ғой, терапия жасау арқылы ғана өзгертуге болады. Қазір сөз, мысалы, осындай подкасттың өзінде қанша инсайттар бар, адамдар инсайт алып ала салады, любой жерден кітаптан қанша инсайттар алады, ал бірақ терапияны оны жасау керек болады. Сол үшін де психолог таңдар кезде мен қыздарға айтамын, терапиясы бар адамдар таңдаңыздар деп ше. Сол себептен де сізде результат болады. Ертең сіз көресіз, психологтардан көңіліңіз қалмайды сол кезде. Ал сіз просто барып психологқа барсаңыз, ол сізбен осылай сөйлеседі. Ол сіздің просто жан дүниеңізді тыңдайды, и все жақсы дейді. Ал бізде психотерапевт болғаннан кейін біз терапияда жасаймыз. Ал ол подсознательно түрдегі уже сізге көмектесе бастайтын болады. Солай. Сол үшін де қыздар терапиядан өтіп жүру маңызды отбасылық өмірде. Осы тұрғыда жаңа енді детская травма деп жатырсыз ғой. Осы изменаның отбасылық өмірдегі балаларға қандай әсері бар? Сол жайлы айтсаңыз. Балаларға қатты әсері болады. Себебі өзімнің де осы жап-жас болып айтатын жап-жас болып изменаны қайдан біледі? Жап-жас болып алып, өзімнің ата-анамда измена болғаннан кейін мен 16 жасымнан психологияны қатты зерттегем. Оқыдым, зерттедім. Содан кейін детская травма менде болды. Және одан мен өзім шықтым. Сол үшін де қазір қыздарға айтамын, балалардың көзінше ұрыспа, балалардың көзінше айқайлама, проблема болып жатыр ма? Өздерің шешіп алыңдар, бірақ балаларды араластырмаңдар ол жерге деп ше. Мысалы бізде ажырасқан балаларға буллить етеді. Кәдімгідей отбасыда буллить ететін, мектепте буллить етеді, балаларды шеттетеді деген сияқты. Қыздар болатынға да болмайтынға да ажырасып жатыр өйткені көбейіп жатыр. Қазақстан 3-ші орында ажырасудан. Сол үшін де балаларға детская травма ол бәрібір де келтіріледі. Менде жеке консультациямда бір қыз келді. Ол өзінің мәселесімен емес, әпкесінен травма алғанда. Айтады, менің сестрам дейді, 7 бала шағасы бар еді дейді. 7 бала шағасымен күйеуін гостиницада ұстап алды дейді. Гостиницада жаңа басқа әйелмен жатқан жерінен ұстап алды дейді. Ашуға булығып тұрып, күйеуін пышақпен сұға берген ғой. Жан жақтама бұға берген, сұға берген, өлтіріп тастаған күйеуін. Күйеуі сол момент көп қан жоғалтып, насмерть кетеді. Әйелді сол жерде енді күйеуін өлтіріп тастағаннан кейін соттап жібереді, 25 жылға соттап жібереді. И 7 бала шағасын детдомға жібереді. Ең кішкентай 4 айлық. Кішкентай бала даже отбасын сақтап қалмайды. Сол үшін де қыздарға айтатыным, қазір абьюзер еркектердің ең басты қасиеті, симптомы дейді ғой, бала ту дей береді. Бала ту, бала керек дей береді. Бірақ ол баланы ертең қалай асырау керек, баланың алдына жауапкершілік, баланың өмірі, жағдайы қалай болатынымен ешкім жұмысы жоқ та. Ту. Мен ешкімнің төсегіне, маткасына араласып жатқан жоқпын. Біреуді ренжітсем кешірім сұраймын. Бірақ бала туар кезде Аллах тағала берген баланың өзіне дұрыс тәрбие беруге ұмтылу керек та. Оның жағдайын жасауға, ертең баланы тудырып, оның болашағы қандай болады. Мысалы үшін осындай эмоцияны басқара алмай, ертең сен сотталып, күйеуің өлтіріп, баяқта балаларды детдомға кетіп қалып қиналмау керек. Барлық нәрседе қыздар барлығында еркек пен әйел отырып сөйлесіп, ақылдасып, баланың болашағын ақылдасып, қайда баратынын ақылдасып, балаға мысалы былайша айтқанда саны бар, бірақ оған махаббат жоқ, детская травмасын келтіріп, әйтеуір олар бір-бірін сүйреп өсе береді. Баяғы заманда еді ол. Бір-бірін сүйреп өсіп кетеді. 10 бала әйтеуір өсіп кетеді. Біз бір-біріміз сүйреп өскенбіз дейді. А қазір ондай бір-бірін сүйреу деген жоқ. Мысалы үлкендер өзін ойлайды, кішілер өзін ойлайды. Шындық ол.
біз сондай шындық заманға келіп жатырмыз. Иә. Сол үшін де қыздар кішкене жылма-жыл арасын қосып, иә, өзіңнің денсаулығыңды күтіп, өз-өзіңе келіп, ақша тауып, өзіңе самооценкаңды көтеріп, ана өзің уверенный боласың ғой. Құдай сақтасын, мысалы, күйеуің өліп қалуы мүмкін. Ол ажырасып кетпеген өзіне ол өліп қалып та айырылып жатады. Например, күйеуінен қайтыс болып, жаңағыдай измена біліп қойып, сөйткен кезде сенде подушка болу керек та. Ертең мен қалай асырай аламын? Сен эмоционалдық тұрғыда мықты болуың керек. Мысалы, күйеуің измена жасап барып сен оны өлтіріп тастап, эмоционалдық тұрғыда сен слабый болмауың керек. Өзіңнің эмоцияңды басқарып, өзіңнің ақша, материалдық жағдайды басқарып, балаларыңды басқарып үйренсең, сен керемет әйел боласың және өмірде кез келген жерде жетістікке жетесің. Ал сен өйстіп шашырап, ашуға, ызаға, булығып, шашын жұлып тастайтын әйелдер бар ғой. Күйеуінің изменасы үшін шашын жұлып, денесін ұрып, тамақ жей алмай, дәрі ішіп өлем дейтін, бала шағасы көзіне көрінбейтін, сондай бір ащы шындықтар келеді өмірімде. Сол кезде өзім шок алып қаламын да, бірақ кірмеуге тырысамын оның состояниесіне, құтқаруға тырысамын. Аллах тағаланың қалауымен, мен бір керемет суперсилам жоқ, бірақ Аллах тағаланың қалауымен құтқарылып жатқан әйелдер бар. Сол үшін де айтамын, эмоцияны басқарыңыздар. Ашуға, шайтан аузубилляхтың азғыруына еріп қоймаңыздар. Енді подкастымыздың соңына да жеткен екенбіз, Айда ханым. Бір измена тақырыбын бір толықтай аша алдық деген ойдамыз. Қыз-келіншектерге өте бір пайдалы болды деген ойдамыз. Енді бір соңғы сұрағым қалды. Содан кейін подкастымызды аяқтасақ. Енді осының барлығынан түйіні бақытты отбасы. Бақытты отбасы деген не және қалай бақытты отбасы бола аламыз? Бақытты отбасы деген не деген сұраққа жауап табу керек бірінші. Бізде бақытты отбасы дегенге еркектер ата-ананың разылығы, жаңағы балалар анау мынау деп тіреп қояды. Әйелдер оның гүл сыйлауы, вниманиесі, өздерінің целый список бар. Сол кезде біз бақытты отбасымыз деп ойлайды. Бақытты отбасы, мысалы, ер азаматтарға айтарым, ата-ананың разылығын тапқың келе ма, ақша тап. Олардың жағдайын жаса, көбірек ұмтыл, әрекетіңді істе, жалқауланба. Сенің әйелің служанка болып олардың жағдайын жасап жүрмесін. Оларға повар дайындап қой, салон істейтін дайындап қой, үй жинайтын адам дайындап қой. Қазір сондай менталитетте өмір сүріп отырмыз. Әйеліңді қуан, білім алдыр, мамаңды қосып білім алдыр, екеуің бірге дамыт. Сөйтіп сен күшті отбасы құра аласың. Ал сен әйеліңе тіреп, жаңағыдай ата-ананың разылығы деп әйелді құнсыздандырып, әйелдің болашағын жаба берсең, ол әйелде выгорание болады. Әйелдер қазір тез выгорать етіп кетіп отыр. Ол сыртқа шығып, баяғы заманда сыртқа шығып көрмегеннен кейін әйел үйде жүре берген сол төңіректе. Қазір телефон бар ғой. Барлығын көреді. Барлығын көре алады, үй салыстыра алады, ойлана алады. Бұрынғыдай ақымақ емес. Әйелдер өсіп жатыр қазір. Сол үшін де бақытты отбасы болу үшін жақсы табыс, жақсы өмір, жақсы білім керек. Және де дәл қазіргі сәтпен өмір сүру керек болады. Дәл қазіргі сәтпен. Здесь и сейчас дейді. Мысалы үшін біреулер қазір ойлауы мүмкін, білім алуға ақша керек. Білім алам десең, осы жерден де қанша инсайт алып кетесің. Білім алам десең, ізден, талпын, сол кезде сен кез келген жерден ізденесің. Дәл қазіргі сәтпен өмір сүріңіздер және бақытты отбасы деген не деген сұраққа жауап беріңіздер. Сол кезде сіздер бақытты өмір сүре алатын боласыздар. Өте керемет жауап бердіңіз. Бүгінгі подкастымыз сондай бір пайдалы, сондай бір қайырлы болады деген үміттемін. Міндетті түрде подкастымызды соңына дейін көріңіздер. Себебі соңында айттық, басында айтқандай, Айда ханым өзінің жеке терапиясын екі қызға сыйлайтын болады. Оның шарттары, яғни Айда ханымның инстаграмына, қазір инстаграм бір 93 мыңдай подписчик болып тұр, 100-ге жеткізіп тастайық, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Және де менің де парақшама тіркеліп кетіңіздер. Және де сол осы ютубтағы қысқа метражды видеоны сторисқа салып, бізді белгілеп кетсеңіздер, болды, сол стористардың арасынан таңдап алатын боламыз. Енді Айда ханым сізге Аллах разы болсын, өте көп инсайттар, өте көп білімдеріңізбен бөлісіп жатырсыз. Енді тағы да осылай бір кездесіп подкаст түсіреміз деген ойдамыз. Күшті бір тақырыптар ашып, сізге Алла разы болсын. Оқырмандарымызға, жаңа қыз-келіншектерге бір айтар сөзіңіз болса, сонымен тәмамдасақ. Рахмет сізге де, Айман ханым, шақырғаныңызға рахмет. Осы кездесу қайырлы болды деп ойлаймын қыздарға. Измена үшін қыздар ажыраспаңыздар, измена үшін сынбаңыздар, және де кез келген кезде отбасылық өмірде өзіңізді жоғалта алмаңыз. Өзіңізді сүйіңіз, Алланы ұмытпаңыз, Алламен байланысты реттеп жүріңіз. Жақсы, құрметті YouTube оқырмандарым, сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше.